сөйлеуге вообще праваң жоқ сен. Бұдан былай, түсіндің ба? Вообще сөйлеме маған, айналайын. Жауып тұр аузыңды. Все. Жат. Сөйлеме. Не ол? Не? Мынауың күшейді ғой, жерге бап мынауың. Айналайын 17 жыл отандасып енді ажырасты деген не деген сұмдық, позор ғой. Айналайын 17 жыл бұрын заң жоқ тұғын. Енді мені қорғайтын заң бар. Көрсетсем саған, түсіндің ба? Көзіңе көк шыбын үймелетем. Қазір сот кесін, бәрін айтып берем. Мақұл, сот кесінші, ақты ақ, қараны қара деп шешіп береді өзі болды. Есілдердің бәрі арақ қой сен. Сот келе жатыр. Сот залында тыныштық сақтаймыз, орнымыздан тұрамыз. Сот келе жатыр. Сәлеметсіздер. Саламатсыз ба? Орындарыңыздан тұрмайсыздар да? Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сот мәжілісін бастаймыз. Қандай мәселемен келдіңіздер? Мен 17 жылдан бері күйеуіммен отасып келем. Нақтырақ айтыңызшы. Иә, соны нақтысын айтатын болса, мен осы уақытқа дейін... Нақты, конкретно, қандай мәселе, бір тақырып? Что конкретно? Бір мәселе, айтыңызшы тақырыбын. Не ғой? Ажырасу. Ажырасу. Ажырасам деп келген ерлі зайыптыларды барынша ажырастырмауға, барынша татуластыруға тырысамыз. Соны ұмытпағандарыңыз жөн. Көрдіңіздер ма? Ырзамын мен. Ең әділ сот біздің Қазақстанда ғой. Ажырастырмаймын деп тұр ғой, ырзамын. Аға, рахмет сізге. Ағамдай көріп қалдым. Аға емес. Братан десем ыңғайсыз болып қалады. Братан емес. Сот ханым. Ажыратамай қалатындарыңыз бар осындай меніңше. Мен анда ұмытып кетіппін бар ғой. Түк өзгерген жоқ қойсаңыз. Сырғаңыз әдемі екен. Рахмет. Сот залында тыныштық сақтаймыз. Сот залында тек шындық айтылады, шындық айтылады, шындық айтылады. Қолдарыңызды мен жерге қойып, ант беріңіздер. Мен бастайын ба? Бастаңыз. Мен Бақытжан Омаров шындық айтуға. Азамат. Азамат емес, Бақытжан. Бақытжан Омаров. Азамат, қолыңызды алсаңызшы. Мұны жерге қой деп өзіңіз айттыңыз ғой қазір, мұны жерге. Өзіңізде де бар емес пе? Ой. Сәл қобалжып тұрмын, айып еттіңіз. Мен Бақытжан Омаров шындықты айтуға ант етемін. Арызды кім жазды? Мен жаздым. Азаматша Қалмұрзаева, да? Иә. Бастаңыз. Мен Азаматша Қалмұрзаева шындықты тек шындықты айтуға ант етем. 17 жылдан бері көрмегенім жоқ. Шырамай-ақ айта берсін болсын. Күйеуімнің маған көрсетпегені жоқ. Әріптеріңіздің соңын созбай қойыңызшы. Кешіріңіз. Жоқ, мына күйеуім маған күн бермейді. Мені көрсе жын ұстайды. Отырсам опақ, тұрсам сопақ, Жатсам жалпақ десе. Ой, тиіп кетті. Тиіп кеткенге ұқсамайды ғой. Опақ, сопақ, жалпақ, не деген жалпақ тіл мынау? Әдеби тілде сөйлесеңіздерші. Иә, кешіріңіз. Жоқ, мен жатсам да, неге жатсың дейді маған. Неге жатсың, тұр, давай, вставай, бегом маш деп мені жүгіртеді. Жүгіртеді? Күйеуіңіз физрук па не? Жоқ. Не үшін жүгіртесіз? Жоқ, таңертең жүгіріп кішкене қатын бер қара. Қатын деген сөзді айтпаймыз. Қатын деген сөзді мүлдем қолданыстан алып тастаңыз. Болды. Не? Қарындас деп айтам ба, не деп айтам, біртүрлі болып қалды ғой. Келіншек, бер қара, мен саған айтам ғой, таңертең бір мезгіл таңертең менімен шығып жүгірші дейін. Просто ертең өзің семіріп, быт дейіп, мынандай бегемот боласың, мынандай боласың ертең.
айттым. Ой. Қалайсыздар? Мен көрсететін адам болмай қалды, біз сізді көрсетіп тағы басып тұрмын. Жоқ, денсаулығы жақсарады деген ой менің. денсаулығы нашар ма не? Жоқ. денсаулығыңыз нашар ма, ауырасыз ба? жоқ бұл мені осылай қорлайды, түсінесіз ба? Қорлық. 131 бап адамды қорлау 1 жыл бас бостандығыңыздан айырады. Сіз жалғастырыңыз. Сөйтіп мен айтам, айналайын, тұрамайым десем, бір кезде ашуланып өзі шығып кетеді, қайда кететінін білмеймін. Ай, біреуге барып келеді ау сол. Таң атпай қайда барып жүрсіз? Таң атпай жүгірем деймін шығып. Таңғы 7 ғой, айналайын, мені есігін ашып қояды. Таңғы 7-де кім күтіп отыр мені? Ондайлар да бар. Мен ондайға жоқпын. Содан бір кезде келеді бір жақтан. Келеді да мені көрсе қайтадан жыны қозады. Сен қатын әлі жатсың ба? Тапа-талыс болды ғой. Тұрып маған тамақ бермейсің ба деп мені құл сияқты жұмсайды. Азамат. Бақытжан, Азамат емес. Чапшауыз. Кешіріңіз. Ұра беріңіз. Жұмыртқаны алып қайнатып пісіріп жесеңіз, сол сізге тамақ болады. Құлыңыз емес қой сіздің. Ойбай, енді әйел болған. Айтпайын ба не әйел болған екен? Жұмыртқаны онсыз да күніге жеп, үйдің ауасы адам кіремайтын болып қалған ол үшін. 126 бап адамды құлдықта ұстау 3 жыл бас бостандығынан айырады. Айналайын, мен ажыраспаймын деп келем, сотталып кеттім ба не болып кетті? Тыныштық сақтаймыз. Жалғастырыңыз. Сөйтіп, осындай қорлықтарына шыдай алмай, мен қазір нервный болғам, түсінесіз ба? Мен нервштеткенге барасыз ба? Неге деп өз-өзім ұстай алмай қаламын. Күйеуімен енді ұрсайын деп басам, деп ұрсамай қаламын. Эмоцияға берілмейміз. Жоқ, бұл эмоция емес, мен просто нервштетемін да, нервімді басайын деймін да, сөйтіп темекі тартамын. Сіз темекі тартасыз ба? Жоқ, енді тартам деп тартпаймын ғой. Тартпаймын деп тартасыз ба? Қандай темекі тартасыз? Білмей, бір арзан темекі әкеп береді, әйтеуір. Зато ішінде 21 штук деп қояды, көп деп. Ұят. Бұл деген ұят. Масқара емес пе? Масқара деп өзіңіз айтыңызшы соған, ол мен айтсам. Еркек басыңызбен ұят емес пе? Мен де айтам соны, әйелге мүлдем шегуге болмайды деп, еркек болып. Еркек басыңызбен осындай ханымға арзан темекі әперіп, ұят емес пе сіз үшін? Көп емес пе қазір қымбат темекілер, жіңішке темекілер, түрлі дәммен, шоколадный бар, мятный бар. Иә, анандай дамский бар ғой, ұзын. Иә. Қырт дейтіні бар ше. Да, ана қырт дейтін да. Иә. Мен соны білмеген екен, оказывается, басында оны темекі тартардың алдында қырт деп көреген ғой. Мен оны тартып болғаннан кейін қырт етіп тастай салғам ғой. Со вкусом, оказывается, они, да? Я вообще не знала. Жмот! Мені кінәлі қоған емесің? Жалғастырыңыз. Сөйтіп, енді нервімді басайын деп тұрсам, тағы да нервіма теді ғой. Бұрқыратпай далаға шығып шек-шай дейді, қуып шығады үйден. Далаға? Иә. Қыстың күні? Вот қыста тұрам далада, жаурап. Азамат, қараңыз. Далаға шықты, суық күнде, темекісін тұтатты, тартты. Бітті, суық ауа кірді, өкпеге суық тиді. Туберкулез болып шағылдығы, ауырады. Соны жылы жерде шексе болмай ма? Не істедім мен? Не істедің? Соны жылы жерде шексе бұндай ауруға шалдық па сен? Иә. Каминнің түбінде, пештің қасында. Бронхым бар мысалға. Бронхыңыз бар да? Тамам ауырады. 108 бап 1 тармақ. Адам денсаулығына қасақана зиян келтіргізгеніңіз үшін 1 жыл 2 ай бас бостандығыңыздан айырыласыз. Тыныш, жалғастырыңыз. Сөйтіп, өткенде бұл мені улап өлтіргісі келді. Қашан не айт? Ойбай, қалай қашан? Өткенде маған самопал коньяк беріп. Самопал коньяк деген бар ма сонда әлі? Вот соны тауып келген ғой мұны. А мен виски ішем мысалға. Не қылам сен сасып кеткен коньягыңды. Вот содан басым ауырып, мен азында тұрамай жаттым сол кезде. А сіз виски ішесіз, да? Иә. Мен де виски ішем негізінде. Да? Мен ана класстастарыммен жолыққан кезде мен күйеуге тимеген бойдақпын ғой. Да. Сол бәрі біледі мені виски ішетінін, қандай виски ішетінді де біледі. Прям дайындап алып келеді, мұздай, сальдом, коласын құйып прям күтеді да мені, от души күтеді да, мен ырза боламын оларға. Приятно да, так приятно да. Қойшы, әңгімелесіп отырмыз ғой.
Одан кейін сот бола береді мына жерде ұмытып кеттік қой деймін ол жаңағы бір демек сізге самопал коньяк берген да? Иә. 108-ші бап бұл жолы екінші тармақ тағы да адам денсаулығына қасақана зиян келтіргізгені үшін тағы да 1 жыл 2 ай бас бостандығынан айырыласыз. оған да статья бар ма не болып кетті бұл онда айналайын ана дүп мас болып ішеді мен сотталып кетемін ба екі ортада Сіз соған итермеледіңіз, соған апардыңыз. Тағы да қандай шағымдарыңыз бар? Тағы да? Осыншама қорлықтарына мен шыдап келе берер ме едім? Бала шағама да күн бермейді ғой. 16-ға толып бой жетіп отырған қызыма айқайлап ұрсып меме қосып жан шығады өткенде. Қызыңыз 16-ға толған ба? Иә, осы жазда толды. айқайлаған 16-ға толған қызға сіз айқайлай алмайсыз. Ол Қазақстан Республикасының азаматшасы, оның төлік құжаты бар, ол жеке тұлға. Сіз оған ешқандай да айқайлауға құқығыңыз жоқ. қызым ғой енді қызым Қызыңыз болса да. немде болып кетті айналайын әйеліме айғайламасам қызыма айғайламасам мен ол үйде неғып жүрмін деп қоямын ғой үшін Вот соны мен де түсінбей жатырмын. Неғып жүрсіз? 16 жасар қызым бой жетіп отқан қызыма айғайлаған себебім түнгі 12-де кешіп келетін шығарды. Түнде 1-де келеді, 2-де үндемесіп 3-де келді ақырында. Шешесінің қасында қосып қойып, екеуін түнде қызға 40 үйден тыю не деген масқара деп айғайлап үйді басыма көтерген бар енді. Оған бола не аңмай шығастыр енді ол. Баптардың бабы 73-ші бап. Дауыс шығарып айқайлағаныңыз үшін 1 жыл 3 ай бас бостандығынан айырыласыз. Тағы да қайталап айтамын, 16 жасқа толған азаматшаға сіз айқайлауға ешқандай құқыңыз жоқ. Ол түнде 3-те келе ме, 5-те келе ме, ол өзі біледі. Сіз өзіңіз нешеде келесіз? Нешеде келеді өзі үйге? Ой, жетті жетіп келеді ғой жұмыстан, тамақ деп. Не үшін жетті жетіп келесіз? Ай, бармайсыз ба сізде? Жүрмейсіз ба? Сізде онда 1-де, ертесінде таң ата болмаса түстен кейін обедтен кейін ертесінде түнде бірақ келмейсіз ба? Кетпейсіз ба баратын жерлерге? Айналайын-ау, ертесіне түске дейін деген қайда бара беремін мен баратын жерімде жоқ. Қойыңызшы. Прям баратын жеріңіз жоқ. Адам сенбейтін әңгіме айтпаңызшы. Ой, баратын жерім жоқ деп тұр мен неге өтірік айтпаймын оны. Мүлдем баратын. Мүлдем жоқ менде ондай. Вот адам сенбейтін нәрселер айтасыз. Действительно жоқ болсын. Жоқ менде. Ақкент 46-68. Не бар? Ақкент 46-шы дом 68. Мен тұрам сияқты. А? Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай? Еще бұл менің 9-ға толған кішкентай балама айқайлап ұрсып еще боқтады. Ужас. Жоқ, оның куәлігі жоқ, оны боқтай беруге болады оны. Кім айтты оны боқтай беруге болады деп? Енді қарасаңыз 9 жасар ұлымды да, енді қараңыз, мен айттым, келіншегім айттым да, мынаны ағайындардан ұят болып кетті, 9-ға келді. Сүндеттекші осыны дедім да, дәстүрімізбенен десем, білмеймін қайдан естіп алғанын. Айтады, қазір заң бойынша баланы сүндеттеу үшін баланы өзінен сұрау керек, рұқсат дей ма бірдеме дейді. Иә, рұқсат сұрау керек, ата-ана құқығынан айырылып қаласыз басқа. Қайдан шыққан заң айналайын, ондай заң жоқ. Сондай заң бар. Біздің әкелеріміз бізден сұраған жоқ қой оны. Не деп сұрайсың балаңнан? 9 жасар балаңа барып, балам, анау неңнен кішкентай кесіп алсақ бола ма дейсің ба деді. Келмейді ғой ақылға оны. Таңнан кешке дейін қарайтыны TikTok, телефонда отырып алады да бейді. Мен ашыланам ғой, енді әкесі болғаннан кейін бардым дағы жағасынан ұстап тұрып, ей, жерге құсап жүрсе әкеңнің аузы деп. Тоқтай тұрыңыз. Жаман кеттім ау деймін осы жол, 109-шы бап. Баланы сілкілеп, айқайлап, жұлғылағаныңыз үшін, боғауыз сөз айтқаныңыз үшін 1 жыл 3 ай бас бостандығынан айырыласыз, және миллион теңге айыппұл төлейсіз. Миллион теңге айыппұлды кімге төлеймін оны? Кімді боқтадыңыз? Баламның әкесін боқтадым ғой. Балаңыздың әкесі кім? Мен ғой. Өзіңізге төлейсіз. Банкке барасыз, иініңізді айтасыз, миллион теңге төлейсіз, квитанциясын маған жібере саласыз. Қарасаңызшы, мен өзімді өзім боқтап тұрмын былай қарасаң. Енді мақұл, өзімді өзім кешірдім десем, болмай ма ондай не? Ешқандай кешіре алмайсыз. Ешқандай кешіре алмайсыз. Тағы да қайталап айтамын. Ол бала сіздің ойыңызбен келіспеуі мүмкін. Ол бала сіздің ойыңыздағы дүниені жасағысы келуі мүмкін. Ол даже керек болады болса, ол бала ұл бала емес, қыз бала болғысы келуі мүмкін. Астапыралла, не айттырсың сені? Үндемеген сай тоқта, бер қара. Соттасаң сотташ бер, бетіңді айтайын мен сенің.
Қаяқтан шыққан заң ол, қайдан шыққан заңды айтып тұрсың сен? сондай шет жақтардан, батыс жақтардан келген заң. Шетелден келген заңдарыңды біздің қазаққа келіп пихать етпе, сен естің ба? Сен түсініп тұрсың ба сол әңгімені? Соттасаң сотта жібер. Заңды шығарсаң дәстүрімізге, ұлтымызға, дінімізге, тілімізге қарап бір заң шығарсаңдаршы. Заң шығарсаңдар. Мен мына келген кезінде мына еркек па деп қуанып ем. Сөйтсем сен қатын болып шықтың бар ғой, соттасаң сотта жібер. Мына ананың сөзін сөйлеп екеуі менің әлі қылып қойып тұр да. Еркектердің қасына барып демалып қайтайыншы, бүйткен өміріңнің. Тоқтай тұрыңыз. Бір сұрап алайын, миллион теңге төлейсіз ба? Жоқ, мен басқа нәрсе айтайын деп тұрғам. Бүйткен өміріңнің шипасын берсін деп айтайын деп. 411-ші бап. Сотқа қарап айғайлағаныңыз үшін, жала жапқаныңыз үшін тағы да 1 жыл 8 ай бас бостандығыңыздан айырыласыз. Ой, көбейіп кетті ғой мынау адам біздің. Общий қанша болды, калькуляторға салып есептегенше миымыз асып кетті. Жалпы есептегенде 8 жыл 8 ай болып тұр. Бірақ сіздің ұл қыздарыңыздың барын ескере отырып, бұрын соңында сотталмағаныңызды ескере отырып, 2 жыл 2 ай 22 күн беріледі. Үй қамаққа алынасыз. Үй қамақ дегенің не? Ананың неге апарып, үйіне апарып қамап қойын дедім ба үйіне? Үй қамаққа, біздің үйге. Сондай заң шыққан қазір. Сот өзінің сотталушысын жазалайды. Сіз уайымдамаңыз. 2 жылда күйеуіңіз танымай қаласыз, тәртіпті болып шығады. Жақында ғана бір жігіт 3 жыл отырып шықты біздің үйде. Рыза болып шықты, тәртіпті. Қимай кетіп бартқанда. Тағы 1 жыл қалсам бола ма деп қояды. Мен айтамын, жоқ, мен заңға қарастырылмаймын деймін. Түрме жаққанда, значит, түрме жаққан оған. Сол секілді бұл кісіні де 2 жыл жазалаймыз. Бірақ мен күндіз көбінесе жұмыстамын, мен түнде жазалаймын. Түсінді ма? Тұра тұрыңызшы, мен түсінбей қалдым, сонда сіз менің күйеуімді үйіңізге... Уайымдамаңыз, айттық қой, арнайы сондай бөлме бар. Есікті сыртынан құлпымен, терезеден бәрі решетка, ішінде түрлі жазалайтын дүниенің бәрі бар. Спальня деп Тұра тұрыңызшы, күйеуім атынан передача апарсам бола ма? Строгий режим. Қатал деп тұр ғой, мен қаталға сотталған ғой мен. Тұра тұрыңызшы. Айналайын, сотталған адамға дұрыстық берсін. Ойбай, неменеге сотталады? Үзесің. Айбай. Ойбай, жіберсің. Тұра тұр. Қоя тұр, айналай әлі. Сот біткен жоқ. Мен соттың шығарған үкіміне разы емеспін. Мен апелляцияға берем, вот. Қабылданды. Да? Вот апелляцияға берем, сосын мен азында тұрып жүгірем жаным. Айтпесем, мынау сияқты қабақ деп оқытем. Сосын саған тамақ берем, завтрак берем. Жаңа келгенше айғайлап келген қатын сен емес па? Ұстама мені! Тағы мінет, шатақ мінез көрсететін болсаң бар ғой, тұрған жерінде сотталам да кетем. Не істейсің ба? Ұстама мені! Айттым ғой жаңа ажырастырмаймыз деп. Ханымдар, байларыңа еге болыңдар. Бар байларыңды бағалаңдар, әйтпесе үй қамаққа қалып кетемін.